Ассаламу алейкум достар, сіздермен Теплострой компаниясы. Есімім Саян болады. Егер сіз үйдің төбесіне, яғни черный потолокқа пенобетон құйдырғалы жатсаңыз, онда сіз өте дұрыс шешім қабылдадыңыз. Себебі пенобетон лаймен, минвата, стекловата, керамзиттермен салыстырғанда әлде қайда жылу ұстағышы жоғары, жарамдылық мерзімі 100 жылға дейін жететін сапалы құрылыс материал. Дәл осы қасиеттер пенобетонда болу үшін пенобетон дұрыс құйылуы қажет. Өкінішке орай, әрбір жақсы зат шыққаннан кейін оның сапасыз, арзан түрлері де шығарыла бастайды. Мысалға, өзіміз білетін iPhone телефонын алайық. Мынау қолымда тұрған оригинал iPhone. Мынау дәл осындай iPhone, бірақ сапасыз, бағасы арзан копиясы. Дәл осылай пенобетонда да сапасы арзан қылып, сапасын нашар қылып құятындар да көбейіп кеткен. Келесі сюжетке назар аударайық. Всем привет, город Тарас. 2018 год. Вот ребята пенобетоном утеплили. Ага, смотрите. Потом превращается вот такую пыль. Пыль вот. Любое место может, как экскаватор. Дәл осы көрген сюжеттегідей сапасыз пенобетон құйушыларға сіздер ұрынып қалмас үшін біз Теплострой компаниясы сіздерге 6 түрлі кеңес береміз. Бірінші кеңес, құйылатын пенобетонның салмағын сұрап алыңыз. Яғни 1 кубтағы пенобетонның салмағы 180-200 кг арасында болу қажет. Екінші кеңес, пенобетон құюшы фирманың тұрақты отыратын офисі болу керек, және де ода ТО немесе ИПСі болу қажет. Өйткені, егер олар сапасыз құйған жағдайда, сіздер оны оңай тауып алуларыңыз қажет. Үшінші кеңес. Құятын компанияның құйған жерлерін, отзывтарын міндетті түрде көріп алыңыз. Біз Теплострой компаниясы сіздерге барған кезде менеджерлерімізде міндетті түрде мынандай каталог болады. Осы каталогтың ішінде біздің істеген жұмыстардың барлығы көрсетілген. Қай үйге істедік, қанша квадрат, қандай материал құйылды. Және де осы кісілердің нөміріне тікелей звондап, отзывтарын өздеріңіз сұрай аласыздар. Төртінші кеңес. Құйдырылатын материалдың образесін міндетті түрде көріп алыңыз. Пенобетон нағыз жылуды мықты ұстау үшін құмсыз және мықты пенамен құйылу керек. Оның пенасы бір қалыпты орналасу керек. Мысалға, біз Теплострой компаниясы осындай образеспен сіздерге барамыз. Образесті көресіздер. Образесте мынау пенаның структурасы көрсетілген, бір қалыпты, өте жеңіл және де нагрузканы көтере алады. Бесінші кеңес. Пенобетон құйдырған кезде ең маңыздысы оның жылу ұстағыш коэффициенті. Сондықтан да мынандай протокол болу қажет. Бұл протокол пенобетонның қаншалықты жылу ұстағышын көрсетеді. Нағыз жылуды мықты ұстайтын пенобетон коэффициенті 0,05-тен 0,09-ға дейін болу қажет. Ал кейбір пенобетон құйушылар жылу ұстағыш коэффициентін зерттетпек түгілі оның не екенін де білмейді. Және соңғы 6-шы кеңес. Пенобетонның астына қандай материал төселетінін сұрап алыңыз. Біреулер кәдімгі теплород, біреулер қара қағаз, біреулер керек десеңіз пленканы да төсейді екен. Пенобетон ағаш тәрізді демалғыш материал, сондықтан да үйдегі микроклимат сақталып тұру үшін арнайы Б класты параизоляциондық мембрана астына төселу қажет. Осымен біздің 6 кеңесіміз аяқталды. Және де естеріңізде болсын, сапалы үй сапалы материалдан басталады.